құрметтеп қойсаңыздар. Рұқсат болсын біз тағы жіберейік енді мына. Үшінші орын алған десе. Және кеше 2 мен 2-5-нің арасында қыркүйек айының Алматы облысы Талғар ауданындағы үлкен кешеніндегі өткізілген әлем кубогының Еуразия лигасы өтті. Спорт мектебінің спортшысы өзі жеке жарысында 2-ші орын алды. Жоғарыдан көре берейік. Айны бұлдасыңыз бүгін біздің. Бұл енді біз үшін үлкен жетістік. Құда қаласа алдағы әдіскері халықаралық турнирде өзінің шеберлігімен өзінің Шыңғысқа алдағы уақытта үлкен жетістіктер тілейміз. Енді шын айтқанда бұл конкурс спортының ең биік шыңына жеткен спортшының бірі өзі жас болса да, халықаралық спорт жарыстарға қатысып, біздің Қазақстан Республикасының құрама командасының мүшесі. Алдағы уақытта Шыңғыс саған үлкен сәттілік тілеймін. Құдай қаласа әлем чемпионы болып. Енді біздің жаттықтырушыларымыздың сапарға шығайын деп барады. Құдай қаласа сәттілік тілейміз. Жеңіс тобынан өнерлерін тілектеспіз. Құдай қаласа дайындықтарың бар, жан-жақты енді бәріне. Енді біз өзіміздің спортшыларымызбен әр кезде үлкен жеткен жетістіктермен қуанып жүреміз ғой. Енді бұл спорттық нәтижелі жетістіктер жету үшін де үлкен қолдаулар болады. Ол біздің Түркістан облысы басқарма басшысының тікелей өздерінің осы спортты қалап, өзінің қолдауының арқасында біздің осы конкурс спорты, олимпиада түрі деп айтамыз ғой. Сол кешегі 2-ші, 5-ші қыркүйек күндері Алматы облысы Талғар ауданындағы олимпиадалық спортшылар дайындайтын үлкен кешендегі әлем кубогы Еуразиялық лигасы өткен кездегі біздің осы Шыңғыс Малиқаджар деген спортшымыз ұлттық құрама мүшесі ретінде сүйерде жарыс өнерін көрсетіп, сол үлкен додада өз жеке жарысында 2-ші орын алып, жаңағыдегі командалық жүйеде команда 1-ші орын алып, бізде үлкен бір жетістікке жеткізіп отыр. Бұл үлкен бастама. Құдай қаласа бұл біздің осы спортшыларымыздың арқасында үлкен әлі белестер бағындырады деген ойдамын. Жақында өткен Алматыда өткен халықаралық жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Барлығы международный судьялар болды. Жарысты қоятын арнайы фейден келді, федерациядан, халықаралық конкурстың. Сонда маршрут составить еткен кезде қиындау қойды. Көбінесе высота қатты биік болмаса да, повороттары несі қиын да, расстояниялары өте қиын болды. Сонда 1 сағат уақыт бізге беріледі, соны жаттап не қылу, секіру 1-2 деген сияқты. Сол 12 секіріс болды соның ішінде. Барлығын жақсы жаттадық, жақсы көп жарысқа қатысқанның арқасында деп ойлаймын. Сөйтіп еш қиындықсыз бағындырдым. Оның үстіне қырғызстандық мықты өте номер 1 спортшысы деп айтсақ болады, Ринат Галимов деген қаншама жарыстарды жеңген. Сол кісі таза, мен онан алдын ең бірінші болып жарысты мен бастадым. Еш қорықпастан, еш саспастан секіріп шықтым. Ол мені көрді да, таза секірген. Барынша айдады, бірақ жете алмады. Одан кейін өзімнің Аян деген бауырым болды. Бірге ұлттық құрамада секіріп жүрген. Бірге разминка жасап, бірге тренировка жасағаннан кейін 1 секунд кішкене арамызда ойнады. Сөйтіп мен 2-ші қалып қалдым. Одан келесі күні командалық жарыс болды, командада. Жаңа 1-ші орын алған жігіт қай жақтың дедің? Осы Алматы. Алматы Талғардікі? Талғардікі. Аян Ғани. Аян Ғани. Кеше Ресейде де болған кезде, осы Қазақстан бойынша екеуміз ғана
таңдап алынды жаттықтырушы Әсет ағамыз. Сол екеуміз әрдайым жарысқа шыққанда бірге план құрамыз ғой. Мына жақта 5 колоб, мына жақта расстояние болады арнайы. Бірге ақылдасып, бірге шығамыз. И маршрут жаттаған кезде бірге ақылдастық. И кішкене бір доли секунд ойнады да біздің арамызда. А так бірдей уақытта өткенбіз, әйтпесе. Енді алда қандай жоспарларың бар еді? Алда келесі жылы Құдай қаласа осындай халықаралық жарыстар болады. Содан көбірек очко жинауымыз қажет. И сол очко жинап, бір үлкен Европалық жарыстарға шақыртып аламыз деген ойдамыз. Енді өзің білесің, алда 3 жылдан кейін Париж Олимпиадасы болады, жазғы ойындар. Енді ол жерде осы конкурдың жаңа олимпиадалық түрі деп жатыр. Енді сол олимпиадаға жолдама алудың мүмкіндігі бар ма? Ол үшін не жетіспейді сенде? Ол үшін әрине ат қажет біріншіден. Екіншіден көптеген жарыстарға қатысу керек. Еуропадағы жарыстарға шығып, очко көп алу керек. Каждый жарыс секірген сайын очко фей бойынша очко есептелінеді. Содан очкоң жоғары болып, көп жарыстарда өнер көрсетсең, сонда квалификациясыз жолдама аласың, неге уже олимпиадаға. Ол үшін гран-при биыл бақ сынадық, гран-приде өнер көрсеттік, 4-ші қалдық, оның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Оны жете алмай жатқандар да бар. Қазақстан бойынша қазір гран-при секірдік бұл ұсында. Ал гран-приге бір тұрақты секіретін ат болса гран-приге, әрине біздің опытымыз оған уже жеткілікті дәрежеде. Енді жақсы ат болса. Өзің баптауыңдағы аттар оған жарамай ма? Әрине жарайды, бірақ сонда да Еуропада, Голландияда уже олар бізден әлде қайда дамып кеткен. Олармен секіру жеңіл да, кішселде сода кейде 1-2 қателік болады, әрбір не болса, ол кезде ол ат шығарады да сен. Ал мұн жақта бұл аттар да шығарады, но бірақ еуропалықтардың аттарының күші көп қой қанша дегенмен. Қазірдің өзінде Қазақстанда барлығы неміс аттар, менде ақалы теке ғой негізі секіріп отқан. Жақсы күшіліп, жақсы баптаудың арқасында деп ойлаймын, ол аттар секіріп жатыр да. Ал Галштейн, Ганновер, бельгийский теплокровка сондай аттар болса, әрине Еуропада көк байрағымызды желбіретеміз деген ойдамыз. Время, конечно же, на старте все, что могла для того, чтобы показать хороший результат, но, к сожалению, для того, чтобы победить, но, к сожалению, чуть-чуть не получилось, да. Вот. Ширгиз Маликаджар, представитель Казахстана на лошади по кличке Таймас, жеребец 2014 года рождения, тоже достаточно молодая и, посмотрите, достаточно сухая лошадь. Обратите внимание, что лидером маршрута на данный момент является как раз представитель Казахстана, так что, мне кажется, тоже должно подбадривать этого спортсмена, что уже кто-то из команды в лидерах. Отличается лошадь, опять же, от даже вот предыдущих лошадей, которые выступали за несколько. Вы выступали перед ней. Смотрите, достаточно, мне кажется, длинная по корпусу, очень интересный галоп, высокий постав шеи. Ну и сама лошадка тоже невысокая. Абсолютно другой галоп, но прекрасно справляется она с дистанциями, поставленными курс-дизайнером. Чуть близко к Оксеру, но мне только кажется... хотел сказать, что лошадь очень аккуратная еще к тому же, и такая действительно приятная езда, современный тип лошади, она такая быстрая, аккуратная, легкое управление, и аккуратность прям реально ее спасает. То есть даже на скорости она успевает сориентироваться и
скоординировать свои движения. По-разному сейчас попадает всадник на барьеры, но, естественно, он рискует, заходит на скорость, и не всегда удается прямо точно попасть на барьер. Но мне кажется, кстати, маленьким лошадям как раз таки ближняя точка гораздо комфортнее, потому что они просто не вытянут дальнюю точку, особенно на каких-нибудь аксерах. Ну и довольно хорошее время. Сейчас посмотрим, какой оно будет в финале. Чуть-чуть он как раз на последний барьер осторожничал. Я думаю, из-за этого он потерял драгоценные секунды. Много времени, да, 29:73. Результат Шингиса Маликаджара, 0 штрафных очков. Время